Ассалаумағалейкум барша қазақ еліне. Бүгін әуежайға келіп қалдық. Бүгін енді келген себебіміз Ақтау қаласынан қызым осы жаққа бір жолата жұмыс бабын ауыстыру мақсатында көшіп келіп жатыр. Соны күтіп алуға келдік. Гүлімізді беріп, сосын әрі қарай келгеннің құрметіне дастархан жайылып, соны тойлаймыз. Это черный болған, да, но щипка. Бәрі черный руке розовый қылды. Ал достар, міне салондамыз. Біз Toyota Center'де новый жаңа машина алдық. Енді бұл Production-ның атынан біздің Production-ның әншісі қыз жібекке бір жаңа қызым. Соған сый-сияпат жасап жатырмыз. Toyota Corolla деген автокөлік. Бірақ өзі білмейді. Қазір сюрприз қылып, бұны арнайы марапаттап беретін боламыз. Toyota Center атынан қызымызға әзірлейміз. Міне Toyota Center арнайы қызыма гүл шоғын ұсынып жатыр. Мен табыстайын. Көлік. Енді барлықтарға жұғысты болсын осындай жаңа көлік. Do you feel now? 약간의 필잼 팝담은 작업에 relay. The studio 항상 elite. 스스로 남들 줄을 서네 relay. 그랬음바라이 못하든가라이 안나라인 көзіңнің ашылғанай. Ал енді өнерге келіп жатыр екенсің. Өнердегі қадамың тек қана сәтті болғай, берекелі болғай, құтты болғай. Мұны айтады ғой, халықтың сүйіктісіне айналсаң, сенің артынан халық қана сөйлейді екен. Тіптен өзін сөйлеуге болмайды, халық саған береді. Халық қана тек баға береді екен. Олай болса, осындай әдемі халқынан дайма ата-ананың, елінің үмітін ақтайтын қыз болып өседі. Салондаға бару үшін біз ТВ арнасынан арнайы саған сертификат алып келдік. Біздің атымыздан осы сертификатты өзің білесің, қай уақытта барсаң да өзіне не жасатқың келеді, соны жасатып аласың. Қыз бала құлпырып жүру міндетті деп айтып жатырсың, өте дұрыс айтасың. Ендеше бүгін тағы да ерекше тосын сыйлар көп екен. Ол тосын сыйдың бірі қандай екенін айтсақ, енді менің өзім таңғалдым. Айтайын ба саған, айтпайын ба? Айттыңыз, е? Тосын сыйды жақсы көресің ғой? Әрине. Ал енді қараш, Қанат ағаң саған бір сұрақ қойғысы келіп отыр, жауап бере қойшы. Тамаша, бүгін енді осы өнерге келген қадамың расымен тағы да құтты болсын, құшағы осылай гүлге, нұрға толы болсын. Енді бұл күтпеген сыйлық өзің ойыңша қандай сыйлық деп ойлайсың? Күтпеген сыйлық болған? Қазір тосын сый қандай сыйлық болуы мүмкін? Өнердегі әнші ағаларым. Тамаша. Осы эстрада бақытын, әнші бақытын, өнердегі аға әпкелерім сияқты. Керемет. Ал енді сол өнердегі жас буынға негізі қанат қақтыратын бір адам керек. Ал сол керемет дүниені, керемет бағытты қолға алып, енді нар тәуекел еріс дейді ғой. Өзінің әділдікті енді қарағылды қақ жарып, сол әділдіктің қорғаушысы болған әкеміздің бір тамаша, тағы бір тамаша қырын байқап қалдық. Олай болса, бір тәуекел етіп бастаған ағайын сіздердің қошеметтеріңіз керек. Отаға Тілеужан ағамызға
шақырайық. Және де бүгін керемет осындай қуанышты күнмен қатар Тілеужан ағамыздың Тілеужан Кешкенебаев продюсерлік орталығының бастамасына бір сөз таппайық. Ал енді қызыңыз таң қалыпты. Аға, қандай тосын сый жасамақсы, әкем маған не құрмет көрсетейін деп тұр деген ой бар ғой енді кімде болса да. Осы жерде отырған қонақтар барлығы сіздерді оймазалап тұрған шығар, иә? Кім қандай сыйлық жасады деп ойлайсыздар? Сіз біліп қойдыңыз ба? Ендеше ән шығарды. Олай болса, бүгінгі керемет кеште Тілеужан аға арнайы сыйлық. Енді өзіңіз айтып, өзіңіз табыстасаңыз, сол бір керемет сезім сыйлайтын сияқты. Енді өте керемет алып келгендеріңізге. Енді қызымызды енді өнерге қадам бастап жатқаннан кейін өнер адам болғаннан кейін жаяу жүрмеу керек деп өзім сол автокөлік салонынан алған сол көлікті сыйлауға рұқсат етіңіздер. бәрекелді. Тамаша. Қошеметтеріңіз болсын арнайы. Отбасылы тосын сый автокөлік. Осы қуанышымен сіздермен бөлісейік деп енді. Сіздің ауыл іргесі ой болса екен ай, өріп шығар қорада қой болса екен ай. Тұрым кәдімгідей оның күйің өте керемет әрине. Әуелі Алла дейміз ғой, екінші ата-анама алғысым шексіз. Бұйырса сіздердің осы маған беріп жатқан тәлімдеріңізді ақтайын. Көптен көп рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Бүгін тосын сый ұнады ма? Қатты ұнады, иә. Осындай тосын сый сыйлаған әкемді қатты құшақтап алатын едім. Ай, тамаша. Анасы қайда екен? Анасында ортаға Бүгін тіке саған бір тосын сый жасады. Енді ойладым, телефон қадыр? Бірақ телефоным бар ғой, маған ондай рақта қажет емес деген сияқты. Саған бір тосын сый, сенің күнің болады деп қоймай. Саған, мен оны бағалай аладым екен деген ой болды, мен ондай бастап үлкен сыйлық болса қалай болады деген сияқты. Бірақ қатты қуаныстым. Бұйырса, сенімдерін сақтай өткізіп тек қана аман есен осы көлік саған құтты берекелі болып, әр өнердің табалдырығында осы көлікпен жарқырап, одан да биікке өтіп бағындырады. Жолың ақ болсын. Алла тағала тек қана өткізіп жүр. Ал олай болса әдемі әнмен көлік көруге барамыз. Қалай қарайсың? Әнді керемет айтатын сияқтысың, өнерлі жігіт сияқтысың. Өнердің бар ма? Өнер бар ма? Қандай өнерің бар? Тіліңді айта алып өтсе болады. Бәрекелді, ән де айта алып сияқтысың ғой, ән айта қойшы. Бүгін кереметте кешіміні баршамызға жасаған тосын сыйыңа мың алғыс. Ал енді бізден саған тосын сый Гавайи аралдарына билет, анаңмен бірге бассейнде шомылған жақсы білесің бе? Молодец, бүгінгі кереметте кеште арнайы саған. Шебек Тілеужан қызының әкесі Тілеужан досымыздың арнайы өз қызына табыстаған көлігін қазір өз көзімізден көретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Арасынан талай көздің көзге түскен менің көзім ешнәрсеге қарамастан бұл сезімнің осы бастан құдіретін жаным сезім. Қандай сезімдесің жібек? Өте керемет сезімдемін. Қазір шынымен мен
сүйіктіре сүйкімді әншісі. Мен әндерін өте жақсы көремін, бұл бауырымыздың. Кеңес әлімжан келіп отыр, құрмет қошемет көрсетіп қойды. Енді дауысы ерекше, мен қатты құрметтейтін азамат енді. Орта толсын, қош келіп. Музыканы көріңіз, нақты албатса керек. Амаке қош келдіңіз. Айналжан шәкірттеріміз кәдімгідей өз өнерлерін көрсетіп, киім жұрттың алдында Алматы тұрма Ақтауды бағындырып келіп тұр енді. Сондықтан өзіңіз енді осындай қуаныш сәтте тамаша ақ тілегіңізді, ақ ниетіңізді арнап жақсы, рахмет. Көрісі танысып білсіз жатыр, әйтеуір өз көргенде қуаныштың. Жібекжан жалпы Жібектің енді өнер жолында деп айтсам болады осы кейбірде қаралып жүрген әрдайым ол енді единомышленниктердің ойы ғой, өйткені мен ойлап тұрған нәрсені Жібекте ойлаған ол өте үлкен плюс. Қаңбастары өнері бәрі аман болсын дейді. Өнердегі жолың ақ болсын. Фавориттердің үшеуі, сол үшеуі біреу армияға кетіп қалды, екеуі академияға түсе алмай қалды. Екеуі бірге қазір. Екеуі бірақ бірге ничего. Сендер алмайтын, жалпы біз алмайтын қамал жоқ, бәрі де алды, бәрі де болады. Алматыға келгенде өте қуаныштымын. Әрине Ақтауға барған кезде несем ағайлар айнбайды менен тағы. Махаббат деген қандайды, қарасам көзім талмайды, сағынған жанға жете алмай, қаншама гүлдер сарғайды, ғашықсыз өмір өміріме, егілме жаным егілме, не дерсің мынау өмірге, күлерсің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың, жазылмас дерттің дауасын, жаным ау кімнен сорарсың. Қимайтын жан екенсің, жат ұяғай, қарғамау кез болдың ғой қапияда шіркін. Өте қатты таңғалған болатынмын. Сол кезден бері міне бір айдай уақыт өтті. Екінші, үшінші жұмысын тұсауын кесіп жатыр. Өте қатты қуаныштымыз. Той-думан арнасының ұжымының атынан жалпы біз сіздерге өте қатты ризамыз. Бұндай өнерге деген талпыныстарыңыз үшін, жалпы бұл қазақ эстрадасына қосып жатқан үлестеріңіз үшін айтар алғысымыз шексіз. Әрдайым қуаныштымыз. Қуаныштарыңызды бөлісуге әрдайым дайынбыз. Ұжымның атынан сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Және де әрдайым осындай қуанышты күндерде жолға берейік. Негізінде бақыттың түрі көп дейді. Әрқайсыңызға ешкім әлі көрмеген, сезіп көрмеген бақытты тілеймін. Бақытты болыңыздар. Және де ең алдымен денсаулық. Алла тағала әрқайсыларыңызға екі ғұмырында бақыт нәсіп етсін. Біз сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Кержан аға рахмет, шақырып жатқандарыңызға әрдайым осылай келіп қолдап қолпаштап тұруға дайынбыз. Рахмет. Жібектен кейін қыз екен ол. Енді қызымызсың ғой. Әрқашандарда биіктерде көріней бер. Әр айтқан сайын қуанып отырамын. Түркияда грипп жүріп жатыр, ана жақта бүйтіп жатыр. Бармасам да, барып жүргенде, қасында жүргенде қуанып отырамын шын керек. Денің сау болсын, үлкен биіктерді, белестерді бағындыра бер. Не дейміз маған? Тілжан бауырым, молодец. Қызыңа деген үлкен қолдау көрсетіп жатсың. Енді бұндай қолдауды екінің бірінің қолынан келе бермейді. Енді әнші болғымыз келген, ондай қолдау болған жоқ, бізде өзің білесің. Міне осы сіздердің жарты жолға келгенде жұлдыз ауруына ұшырап, айтпаймын, бүйтпеймін, болады ғой сәтте. Сондай жағдайда әке-шешеңді жарты жолға келгенде тастап кетіп, көбісі жұлдыз
Ağır alып кетеді енді осылардың үміті артта бар үміті үлкенісің 8 баланың ең үлкені сенсің соларға қарайтын енді өзіңсің ғой үлгі болатын алдыңға алып арба қайда жүр соңғы арба сонда жүр деп енді сен өзің үлгілі бола біл осылардың еңбегін артапсың жібегіміз осылай қылды жібегіміз бізді бүйтті жібегіміз бізді Италияға жіберді жібегіміз бізді Америкаға жіберді деп папаңның бір марқай сүйіп мақтанып отыратындай жағдайға жетсін деп тілеймін енді соны астына жүріп біз де кетіп қалдық шынымен кішкентайынан бірге келе жатырмын ғой мен негізі короче мен айтатырмын Тілеушан саған жаңбыр жауса маған себелейді ғой деп бауырыңды бес жерде тілегің құтты болсын ата-анаңның барлық өзіңнің жолыңда барлығын ананың ойы әкеңнің жаңағы барлық ата-ананың барлық ойы сенің жоғарылап әрі шыңға шығып өнеріңді паш еткізу арманы шетінен орындалып жатыр. Алла қаласа бұдан да биіктерден көріне бер. Және де клиптерің бірінен соң бірін клип бола берсін. Ал тұлпарына келетін болса, тұлпарын өзіңнің астында өзің мініп тоздыра бер. Бір тұлпардан екінші тұлпар, екіншіден үшіншіден айдау жағын қорықпа, бісміллә деп бастап береміз. Сондықтан ата-анаңның сенімін ақтайтын үлкен азаматша бол. Бақытты бол. Қошеметтеріңізбен сондықтан бір жақсырақ қошемет болсын кәнеке! Кішігірім өзіңнің аузынан естісек, өйткені қанша дегенмен басты кейіпкер өзіңсің, келі ортаға келе ғой, кішігір кетсең әбден болады. Қайырлы күн баршаларыңызға. Клиптің идеясын режиссер Қуат Ибрагимов ұйымдастырды. Сол кісінің айтуы бойынша түсіндірді. Бір-бірімізге пікір алмасып жасалған дүние. Өздеріңіз көргендей сюжетті қыз кішкене ұялшағым деп көбісі айтты. Ұялшағым қыз балаға келмейді ғой, неге ондай сияқты таңдады, хотя қызған шағым деп таңдамадым ба деген сияқты айтқандар болды. Бірақ ұялшағымды қалдырдым, жүрегіме енген болды. Себебі қазір жігіттер бар, қыздарға кішкене көңілін айта алмайтын, сондай бір болады ғой, ыстық лебіздерін айта алмайтын, сондай жігіттерге арналған ұялшағым атты әнді ұсындық, осындай ұялшағымды қалдырдық. Осылай өздеріңіз көргендей пацанка қызға көйлектің соңында көбісі түсінбей жатқан болар, ботинки кидім әдейі. Бірақ қазіргі таңда көбісі трендке айналды ғой, ол ботинка мен көйлек киіп жүре береді. Бірақ сол жерде мен әдейі ботинка киіп аяққа акцент бердім, чтобы внутри бәрібір де пацанка деген сияқты ой қалдырсын деген. Яғни қазір көптеген қыздардың ойын жеткізгіңіз келді осы бейнебаян арқылы. Иә, десең. Тағы қандай фишкалар болды? Енді біз көріп тұрмыз, бейнеклиптің сапасы соңғы үлгідегі камерамен түсірілген көрініп тұр, иә? Өйткені небір жаңа клиптарды көреміз, сценарий жақсы болса да, сапасы нашар болады, немесе әнмен үйлеспей тұрады. Бұл тұрғыда өздеріңіз көргенде жаңа барлығы бір-бірімен үйлесім тапқан секілді, иә? Иә. Сондықтан тағы да клипті аталған фишкалар болса, қазір паш етсеңіз болады. Енді сіз өнер адам болғаннан кейін біз сізді түсінуіміз мүмкін. Қарапайым халық кейбір дүниелерді мүмкін елемей кеткен шығар. Қанша дегенмен
түсіруге асықтық негізі. Оны әнді біз енді түрегенде қаладық, енді ол жағы енді шыны керек табиғаты жағын. Әкесі қолдаған кез келген ұл қызда биікке шығып ұлдың сүйікті ұлы болып жатады. Сондықтан жүргізіп жатқан клиптеріміз, әндеріміз шырқалып хит болсын. Қызымызға бақыт тілейміз. Өнер жолы енді сырттан қарағанда сондай бір жүректі қыз болып, осы үлкен алға қойған мақсат талапты қиындықтардың бәрін жеңе білетін үміт артып отқан қазақтың жарқыраған жұлдызы болайын қалайды. Отбасыларына амандық тілеймін, барлық қуаныштарың құтты болсын. Атсалысып жатқан жігіттер бар, азаматтар бар. Құдай қаласа сол үлкен себепкер болсын осы үлкен дүниелерге. Неғыл дейміз, творчестволық табыс тілейміз. Бастысы еліміз тыныш болсын. Жан жақтағы бәле жаладан, төтемнен келген апаттан сақтасын. Дастарханымызда нан болса, көкейінде ән болады. Жан жағың тарылып жатса, әнді қақтан айтасың. Ол себептен аманшылыққа жетпейді. Барлығы аманшылық болсын. Құдай қаласа алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Талабың таудай болсын, денің сау болсын. Таудай талап берген бармақтай бақ бар дейді. Сол бағыңды, алақанды ала жүр, өмірдегі кеңіңді тап, денің сау болсын. Әйел адамға, қыз балаға не керек? Әйел бақыты керек, сол бақытын тілеймін. Осы өнер жолында жарқыраған жұлдыз бол, атағына ат ұрғитын әнші бол, Аллаға. Рахмет ағам, айтқаныңыз келсін. Аға, бір ауыз сұрақ болып тұр. Осындағы қонақтарымыздың барлығы ұл қыз тәрбиелеп отыр. Яғни бақшасында жемісін мәпелеп өскен. Мен құпысыңға. Бисмиллахиррахманиррахим. Айсұлтан баламызға Алла тағала үлкен таудай талап берсін, дені сау болсын, елін атағына ат ұрғитын, еліне елеулі, халқына қалаулы азамат болды, Алла нәсіп етсін. Осы қазақ халқының рухын көтерген үлкен өнерпаздарымыз Роза Бағлановадан бастап, кешегі қазіргі Асанәлі Әшім көкелерінің талай тарландардың атағы шыққан, жолын берсін жаған. Одан асып түс, денің сау болсын, өнерің өсей берсін. Не айтасың бүгінгі сау кезіп жатқан әтеңе? Өмір жанымыздардан, жалыныштардан, сезім ғой бізді алып ұштырған, сағыныстырған. Қауырсың қанатыңнан, мен үшін жаратылған сен сүйемін. Бір ғұмыр бір өмірмен, жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін. Естеліктерден табылмайсың ба, тағырлайсың ба, ең сұлу гүлі тәңірдің. Сен мені мүлде сағынбайсың ба, сағынбайсың ба, мен сені қатты сағындым. Тұрады өмір жаным, жыламаймын деп серт бересің бе, серт бересің бе, бақытты болшы.
барады, араларымыз беріп отыр. Өте жақын адамдарым тек шақырып, бір кішігірім болса да, бір жаңағы бір атап өтейік деген, бір қуанышымен бөлісейік деген ниетпен сіздерді шақырып отырған жайым бар. Енді өткенде алғашқы тұсаукесерін үлкен деңгейде жасады. Енді тағы да бір 2 бейнебаян түсіріп келгеннен кейін сосын бір жаңағыдай бір көлік сыйлайық қызымызға. Енді өнер адам болғаннан кейін театрына барады, неге барады, жаңағы жайып жүрмесін деген ниетпен бір автокөлік сыйлайық дедік. Сол енді автокөлікті өздеріңізді жақындарымды шақырып, бір қуанышымен бөлісейінші деген ниеттен сіздерді шақырып отқан жайым бар. Келгендеріңізге барлықтарына көп рахмет. Сіздердің отбасыларыңыздың жақсылық болсын, қуаныш болсын, дендеріңізге саулық тілеймін. Өнерден жүрген барлықтарына рахмет, арнайы келіп, құттықтап, әнін айтып, мен келген қонақтарым көңілін аулап, көңіл көтеріп отқан індеріме де рахмет. Мына жерде енді көп рахмет ағаларымызға, баршаңызға. Жаңағы Айгүл ханым, сізге де көп рахмет. Кіре берістен бастап жаңағы бүкіл жаңағы съемкаңызды түсіріп атсалысып жатырсыз. Барлықтарыңызға, отбасыларыңызға тек аманшылық болсын, дендеріңіз сау болсын, балаларыңыздың қызығын көріңіздер, немерелеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіздер. Тек дендеріңіз сау болсын. Батақ тілектеріңізге бәріне алғысымыз шексіз. Айтқан тілектеріңіз тек періштенің құлағына шалына берсін. Көп рахмет. Ал қадірлі қонақтар, меймандар, жиналған қауым, сіздерге көптен көп рахмет. Айтып жатқан тілектеріңізге, қуанышымызға ортақтасып келгендеріңізге шын жүректен алғысымды айтамын. 40-тың бір қадір демекші, айтып жатқан тілектеріңіз періштенің құлағына шалынсын. Енді әуелі Алла, екінші ата-анама алғысымды білдіремін. Сіздердің көздеріңізше бір керемет бір маған сыйлықтарын ұсынып жатыр. Былай айтқанда мен бақыттымын, бақытты балалық шақты өткізіп, бақытты осындай болашағымды көріп жатқаныма шүкір Аллаға. Сіздер аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, ғұмырларыңыз ұзақ болсын. Сіздердей ата-ананы көтеріп, қасымызда біздің қызығымызға тоймай күліп ойнап жүре беріңіздер. Ал жиналған қадірлі қонақтар, сіздерге көптен көп рахмет. Отбасыларыңызға тек қана бақыт тілеймін, ауырмаңыздар, тек қана шығармашылық табыс тілеймін. Айгүл ханым, Төрәғали ағаның әкесі, Төрәлі аға, сізге көптен көп рахмет. Сіздерде аға әпкелерім барында мен әлі шарықтаймын, еңбектенемін. Бұйырса мен үлкен бір жұмыс күтіңіздер. Көптен көп рахмет. Кішкене толықтырма, айтпашы. Үлкен ағаларыма, жастар болың дейді ғой. Нұрлыбек, Нұрхат ағаларыма көптен көп рахмет. Шашбауымды көтеріп, әндерін ұсынып сондай бір. Біздің жасаған жұмысымызды осындай жетістікте көріп отқанымызға өте қуаныштымыз. Енді тойды маңында біздің туысқандарымыз, таныстарымыз айтып жатады да, сендердің жасаған жұмыстарың ол бізге кәдімгідей видео жіберіп жатады. Соның өзінде де бізге қатты қуаныш болды. Осы күнге дейін енді барың астыңда болсын, жолда қалдырмасын. Қарындасымыздың, Тілеужан ағамыздың тұңғышы, Жібек қарындасымыздың осы өнерге деген талпынысын сіздерге осы жерге ет жақындарын жинап, Тілеужан ағамен де жақын деген адамдарын жинап, бір клиптің жаңағы жұмыстарын бір нәтижесін көрсеткісі келіп жатқан жайы бар. Баршаңызға келіп жатқандарыңызға бек рахмет. Енді шыны керек жаңағы айтып жатыр ғой, өнерге жаңағы тек жақсылық тілейміз, әрқашан табысты болыңыздар, жемісті болыңыздар, жеңісті күндеріңіз көп болсын. Алла қаласа енді алдағы уақытта енді өмірге келгесін шыны керек ол бірінші адам болып қалу ғой, адам болып келгесін адам болып қалу, сол адамдық кейіптен ажыратпасын Аллах тағаламыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сол бұйырса Алла қаласа алдағы уақытта тағы да жақсы жұмыстар жасаймыз деген ойдамыз. Енді мен өзім жазудан шаршамаймын, Нұрхат жасаудан шаршамаса, Жібек айтудан шаршамаса деген сияқты. Сол тек жақсы күндеріміз көп болсын, уайымымыз жоқ болсын. Алла қаласа бүгінгі